Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика оқулығының 78-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы есептер шығару. Бірінші есеп. Балалар өз еліне саяхатқа шығар алдында Қазақстанның қалалары туралы көбірек біліп алмақшы болды. Яғни 4 суретте 4 қаланы суреті берілген. Есептерді шығар, оларды салыстыр. Әр есепке оның қысқаша жазылуымен сұлбасын таңда. Асы сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі қалды? Яғни бірінші сұлбаны таңдаймыз. Шартын жазамыз. Шешуі 8-ден 6-ны аламыз, тең 2. Жауабы 2 атау қалды. Әсі сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. 2 қаланың атауы қалды. Оған барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылды. Әсі, яғни үшінші сұлбаны таңдаймыз. Тапсырылды. Қанша атау? Жаттап алды. 6 атау қалды. 2 атау. Шешуі 2 қосылған 6 тең 8. Жауабы 8 атау жаттап алу тапсырылды. Жаттап алған Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Егер ол әлі қаланың 2 атауын жаттау керек болса, онда ол нешеуін жаттап алған. Екінші сұлбаға қараймыз. Тапсырылды. 8 атау жаттап алды. Қанша атау? Қалды. 2 атау. Шешуі 8 алынған 6 тең 2. Жауабы 6 атау жаттау керек. Екінші есеп. Есептерді оқы. Әр есептің сұлбасын тап. Есептердің шешуін жаз. Асы ұзындығы 60 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 см таспа қалды. Неше сантиметр таспа қиып алынды? Яғни үшінші сұлбаға қараймыз. Барлығы 60 см, қиып алынды 20 см. Қалды қанша сантиметр? Ал енді шартын құрамыз. Асы барлығы 60 см, қалды 20 см. Қиып алынды қанша? Шешуі 60-тан 20-ны аламыз, тең 40. Жауабы 60 см қиып алынды. Әсіне қараймыз. Таспадан 40 см қиып алынды. Онда тағы 20 см таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Бұл екінші сұлбаға қараймыз. 20 см қиып алынды. Таспа қалды. 40 см қиып алынды. Барлығы қанша сантиметр болған, е? Шартын құрамыз. Әсі қиып алынды 40 см, қалды 20 см. Болғаны қанша? Шешуі 40 қосылған 20 тең 60. Жауабы 60 см болған. Ысына қараймыз. Ұзындығы 60 см таспадан 40 см қиып алынды. Неше сантиметр таспа қалды? Оны бірінші сұлбаға сәйкестендіреміз. 40 см қиып алынды. Барлығы 60 см болды. Қанша таспа қалды? Шешуі 60-тан 40-ты аламыз, тең 20. Жауабы 20 см қалды. Үшінші есеп. Қосынды және айырма жаз. Олардың мәнін тап. Қалай тексеру керектігін түсіндір. Қосылғыш қосындының мәні берілген. 40-ға 30-ды қосамыз, тең 70. 20-ға 80-ді қосамыз, тең 100. Екінші кесте. Азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. 90-нан 30-ды аламыз, тең 60. 60-тан 50-ді аламыз, тең 10. Төртінші есеп. Карточкалардан сан таңда. Қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр. Яғни бұл жерде 2-ден 8-ге дейін сан берілген. Солардан құрастырамыз. 8 алынған 4 тең 4. 7 алынған 3 тең 4. 4 қосылған 2 тең 6. 2 қосылған 3 тең 5. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.